азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен ардагерлері. Еліміздің азаматтық қорғау органдарының 25 жылы мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев төтенше жағдай министрлігі туралы жеке шешім қабылдады. Ар уақытта әкімдік тарапынан қолдаумен қажетті шаралар, материалдық техникалық база және кадрлық потенциалын күшейту үшін қажетті шаралар қабылданатын болады. Мы видим каждодневный ваш труд в любое время года, зимой, весной, летом, осенью. Этим вы доказываете свое призвание и доказываете, что вы заняли достойное место в системе государственного управления.